Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше дәмді тағамдардың бірі маклюбе тамағының жасалу жолының өзім қай нұсқасымен жасаймын, сол нұсқаммен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, видео ұнаса, сізде менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Ең алдымен етімізді өзінің соғы суалғанша осылай пісіріп аламыз. Одан кейін соғы тартылғаннан кейін үстінен сұйық құйып, қызарғанша қуырып аламыз. Ет қызарып, сосын кейін қуырылған кезде үстіне кішкене су қосып, жарты сағаттай бұқтырып қоямыз. Содан кейін етіміз дайын болғасын, етімізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Міне, менде ет дайын болды. Келесі осы ет пісірген майымызға қызыл бұрышымызды, тәтті қызыл бұрыштарымызды қуырып аламыз. Олар қуырылып болған кезде оларды да майдан шығарып, жеке ыдысқа салып аламыз. Келесі дәл осы майдың үстіне жуылған, тазартылған күрішімізді салып, үстіне 1 сантиметрде асып тұратындай су құйып, тұздап, пісіруге қойып қоямыз. Мендегі күрішім 20-25 минут пісті, соны бұқтырып қоясыздар. Келесі картоп пен сәбізімізді осындай жұқа бөліктерге бөліп алып, қайнап тұрған майда қуырып аламыз. Бірінші мен картопты қуырып алдым. Майды осылай көбірек құясыздар, тура видеодағындай. Картоп қуырып болғаннан кейін дәл осы майға сәбізімізді қуырып аламыз. Міне картопымыз қызарып, қуырылып болды. Барлығын шығарып аламыз жеке ыдысқа. Келесі дәл осылай сәбізімізді қуырып аламыз. Сәбіз дайын болған кезде оны да жеке ыдысқа салып аламыз. Сәбізіміз дайын. Міне бізде қызыл бұрыш, сәбіз, картоптарымыз дайын. Етіміз де дайын. Енді маклюбені осындай қазанға, кастрюляға жинаймыз. Астына мен пияз салдым. Үстінен етімізді саламыз. Келесі ас көк септім. Ас көк өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Үстінен картопты қоямыз. Барлық жеріне бірдей етіп қойып шығамыз. Келесі тәтті бұрыштарымызды осылай сеуіп қойып шықтым үстіне. Одан кейін сәбізімізді қойып шығамыз. Бірінен соң бірін слой қылдырып осылай қойып шығасыздар. Келесі енді осының үстіне жаңағы күрішімізді қоямыз. Саламыз яғни. Күрішті салған кезде болғаннан кейін жақсылап, тығыздап, үстінен басыңыздар. Сонда сіздер аударған кезде қазір кастрюляларыңызды күріштеріңіз ажырап кетпейді. Жақсылап басып, тығыздап салыңыздар күрішті. Үстінен мені видеода көріп тұрсыздар ғой, мен қалай тығыздап басып атырмын. Енді үстіне жарты стакандай мен су құйып, жылы су құйып, 15 минутқа баяу отта пісіреміз. 15 минут өткеннен кейін пештеріңіздің астын сөндіріп, тағы да бір 15 минутқа өзін бұғуға қойып қойыңыздар. Сонда аударғанда соғы сіңіп, күшті болып тұрады. Келесі енді маклюбенің жан-жағына қоятын салаттарымызды дайындаймыз. Ол үшін менде ұсақтап туралған қияр мен қызанақ және ас көкті қосып, тұздап, үстіне зәйтүн майын қосып, араластырып алдым. Міне біз маклюбеміз дайын болды. Қазір оны табаққа түсіреміз. Мен табақты осылай үстіне қоямда, осылай аударам. Сол кезде жақсы түседі менде. Осылай кастрюлеріңізді қойғаннан кейін, енді осының үстінен осылай қасықпен жақсылап осылай тарсылдатып шығыңыздар. Сонда қазанның астына жабыспайды. Міне біздің маклюбеміз күшті болып түсе қалды табағымызға. Енді жан-жағына салаттарымызды қойып шығамыз. Мына жаңағы жасаған салатымыз. Негізі жан-жағына қоятын салаттар әркімнің өзінің қалауы бойынша қандай салатты қойғыңыз келсе, соны қойсаңыз болады. Сәбізден де жасалған салат қоюға болады. Менде капустадан жасалған салат болды дайын, соны қойдым. Енді айранымызды құйып шығамыз. Айран, қою айран болған жақсы. Міне осымен жан-жағына қоятын салаттарымызды қойдық, айранымызды құйдық. Біздің маклюбеміз дайын.
отбасыңызға жасап беріп, отбасы мүшелеріңізді осындай ерекше дәмді тағаммен қуантып қойыңыз. Және де осы видео ұнаса, менің жасалу рецебім менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!